Сәлем достар, бүгін біз Омен атты киноның қазақша негізгелесін айтатын боламыз, ал ендеше кеттік. Кино бір әйелдің күйеуімен басқа қалаға көшіп келген жерінен басталады. Бұл әйелді кинода дәрігер деп атайды, сондықтан мен де бұны дәрігер деймін. Дәрігер сол қаладан ата-анасы балабақша секілді церковьке балаларын тастап кеткен жерге жұмысқа кіреді. Және дәрігер сол ауруханадағы бір балаға мен сен анаңды ертең тауып әкелем деп уәде береді. Және сол жақтағы адамдардан бұл баланың ата-анасы жайлы мәліметтерді іздейді. Бірақ та оған сол церковьтің қызметшілері бұл 6-шы нөмерде баяғыдан бері ешкім жатпайды дейді. Және де ол өзінің елес емес, яғни шын адамды көргенін есіне түсіре алмай жатады. Және сол жақтағы бүкіл адамдарға мен елес көрмедім, мен шынымен де бала көрдім, ол және 6-шы нөмерде болды деп барлығын сендіргісі келеді. Әрине кино заңдылығы бойынша бұл сөзге ешкім де сенбейді. Сөйтіп уақыт өте келе жаңағы бала дәрігерге мүлде маза бермейді. Ол оның көзіне көрініп, мен анамды қайтар деп сұрай береді. Және сол 6-шы нөмерге шамалдан кейін бір бала келеді. Және ол бала ауру болып шығады. Бірақ бір түннен кейін ол баланың денесінің барлық жеріне шприц қадалып қалады. Барлығы бұны сәйкестік дейді, ал жаңағы дәрігер болса, бұл баланы әлгі елесінің баласы, яғни әлгі елес денесін шприцтер тығып тастады деп ойлайды. Бірақ әрине бұл тағы да кино болғандықтан оның сөзіне ешкім де сенбейді. Және де әлгі қыз өзінің есінен алжасып, ол өзіне қол жұмсамақшы болады, бірақ сол церковьтегі бір бала оны құтқарып қалады. Және қыз оған барлық жағдайды айтып береді. Сол кезде жігіт оның сөзіне сеніп, мен де бұрында осындай жағдайларды көргенмін дейді. Және ол баланың анасын тауып, ол екеуін бірге кездестірейік, және ол елес жаны жайтабат шығар деп ойлайды. Және де дәрігер мен сол бала екеуі подвалдан әлгі баланың құжаттарын іздемекші болады. Және іздеген кезде ол бала баяғыда осы церковьте қайтыс болып кеткен. Яғни оның қайтыс болғанына 60 жылдан өтіп кеткен. Және оның анасы қазір кәрі. Және оның анасын тауып, соның үйіне барады. Және анасы басында оған сенбейді. Сосын барып, оның айтқан сөздеріне жайлап сеніп, бұл шын шығар деп барып тексеріп көреді. Сөйтіп барлығы сол церковьке барады, және әйелді итереді, әйел диванды итереді, бала әйелді итереді, сөйтіп тілім бұратылып отыр. Қысқасы әйел терезеден секіріп кетеді. Не болып кетті вообще, білмеймін, түсініксіз болып кетті. Қысқасы әйел сол жерден секіріп мерт болып кино аяқталады.